Жасың қаншада болғаны маңызды емес, дәл қазір мен айтатын 10 затты жасайтын болсаң, өзіңнің уақытыңды, нервыңды және ақшаңды үнемдейтін боласың. Августтен бастап менің оң құлағымда шум пайда болды және 1,5 ай бойы емделіп, зерттеу үстінде мен біршама затты түсіндім және өзімнің блогымда бүгін осы заттармен бөліскім келеді. Денсаулық ол өте маңызды. Денсаулық болмаса, денсаулықта белгілі бір ақаулық болса, онда сенің жұмысыңда ақша, белгілі бір проблемалардың барлығы кейінгі планға шығады. Бірінші кезекте дұрыс тамақтан, дұрыс ұйықта және де стрессіз өмір сүр. Емтиханға, жұмысқа, белгілі бір ақшамен болатын проблемаларға қатты мән беріп, уайымдап, стрессовать етудің қажеті жоқ. Егер сіз шеше алатын болсаңыз, зачем уайымдап? Егер сіз шеше алмайтын болсаңыз, сіз оған қанша тырыссаңыз да әсер ете алмайтын болсаңыз, тоже зачем уайымдап? Және не де болса, егер сенің маңдайыңа жазылса, ол міндетті түрде болады. Сондықтан да дұғаңды жасада, Аллахқа тапсырда, дальше өмір сүр. Және де ауру пайда болды ма, оны кейінге шегеріп жүре бермей сразу қарал және комплексный емделуді кеңес беремін. Мысалы, мен бірінші лорға бардым, одан кейін артынша тағы бірнеше лорларға қарадым, судрологқа, отоневрологқа, бәріне барып шықтым. Әрине, маған егер де осы ауруды басқаша толығымен түсіндіріп бергенде, әрине бәлкім дұрыс прям дәл емін, дәл себебін табу оңайырақ және де тезірек болар ма еді. Сондықтан сізге де кеңес беремін, өзіңіз де зерттеп қараңыз және де прям сразу барыңыз емделуге, кейінге шегеріп, оны уақытын ұзартуға болмайды. Және бұл тек қана емге қатысты емес, бүкіл затқа қатысты. Мысалы, айтады ғой, егер сен пойызда басқа жаққа кетіп қалатын болсаң, басқа бағытқа кетіп қалатын болсаң, сразу бірінші станциядан түсіп қал дейді. Өйткені артқа кететін құның, төлейтін құның әрбір станция кете берген сайын көтеріле береді. Сондықтан да осы нәрсеге қатты және осы моментте мен қатты түсінгенім, мимен жұмыс өте маңызды екен. Мен ауырып жатырмын, мен аурумын дейтін болсаң, өзіңді басып тастайсың да, жата бересің және де ол аурудың үстіне басқа аурулар қоса береді. Ал егер мен саумын, менің денім сау, мен емдеп жатыр, мен жағдайым жақсы болып жатыр, маған ештеңе болмайды, мен энергиям көп, мен күштімін деп өзіңді көтеріп сыртқа шығатын болсаң, әрине барлығы жақсы болады. Энергия да пайда болады, сен әрбір жұмысыңда өнімділік те пайда болады және сен фокусың ауруға емес, фокусың жақсы заттарға қарай бұрылатын болады. Мейлі ол көз болсын, мейлі ол құлақ болсын, мейлі ол қандай ауру болса да, фокусты тек қана соған бөле беретін болсаң, ол күшейе береді. Мысалы, менің случайымда егер мен шумға қатты мән беретін болсам, оның громкости көтеріле береді да, өзімен өзің ішкі духың түсіп қалады. Ал егер мен фокусты жақсы заттарға беретін болсам және бұл нәрсені ұмытатын болсам, әрине ол кезде уже менің фокусымда тек қана жақсы нәрселер және олар көбейе береді. Фокусты ауруға емес, өзіңнің жұмысыңа, жасап жатқан ісіңе, хоббиларыңа бер және керек болса демал, тынығып ал, қыдыр, құрбыларыңмен саяхатқа шық. Максимально өзің уақытыңды тиімді өткізуге тырыс. Және любой ситуацияда мен әлі күнге дейін түсінемін, сен ең жақын адамың ол сенің анаң. Ананың дұғасы, ананың қамқорлығы, ананың вниманиясы ол отдельный бір шипа сияқты. Және осы моmentте айтарым, егер сенде бір қиындық болып жатса, оны жақындарыңмен бөлісуден еш қысылма, әлсіз болудың ешқандай ұяты жоқ. Егер сен әрине, егер тем более қыз болатын болсаң, қыз баласы болатын болсаң, онда жақындарыңнан, ата-анаңнан көмек сұраудан ұялма. Өзің біресің қысылып, өзің біресің қиындығымды ешкімге айтпайын, ауыртпашылық ешкімге салмайын деп өзің біресің қиналып жүрме, қайта сен басқалардан поддержка алған сайын әрбір ісің жеңілдей бастайды. Особенно ақша жағынан егер сен қиналатын болсаң, тем более егер сен қыз баласы болатын болсаң, онда ақша жағынан, жақындарынан көмек сұрай біл. Сол кезде сенің белгілі бір жағың, сол кезде белгілі бір қиындығың жеңілдей түседі. Мысалы, мен тоже ақша сұрардың алдын жақындарынан, ағаларынан, мамамнан өте қатты көп стрессовать етемін. Оның прям сұраудың өзі мен үшін соншалықты үлкен стресс-ті. Бірақ осы моменттерде мен максимально өзімнің жағдайымды қабылдадым және де жеңіл түрде жақындарынан сұрап үйрендім. Міне можно.
егер мүмкін болса даже өзіңнің сырларыңмен, ішкі жан айқайыңмен, осы бір қиындық сәттерінде не сезініп жатырсың, бәрін жақындарыңмен бөліс. Сырттағы адамдарға айтқанша оны өзіңнің жақындарыңа айтсаң, әрине олардан қолдау көбірек және сенің жаныңа жақынырақ болады. Және керек болса жылап та ал, бәрі жақсы болады. Және маған көмектескен 5-ші зат ол өзіңнің хоббиларының болуы, кітап оқу, демалу, прогулка, дорамалар көру, не болмаса сурет салу деген сияқты миыңды, денеңді тынықтыратын заттармен айналысу сенің ойыңды бөледі. Және де вождение мен үшін ең бір қорқынышымды жеңген және де маған үлкен ләззат сыйлаған бір дүние болды. Вождениеге барып, автошколаға жазылып, жаңа бір затты үйрену әрине осы бір сәттерде менің фокусымды толыққанды басқа дүниеге аударып жіберді. Және бізде колесо балансы деген зат бар. Жұмыс деп те қана фокус жұмыста болмау керек. Яғни колесо балансы бойынша сенде өміріңде тек қана жұмыс қана емес, отношения, ата-анамен, достарыңмен, туыстарыңмен отношения, сенің өзіңнің жеке тұлғалық өсуің, рухани жағынан дамуың, одан бөлек сенің демалысың, қыдыруың, хоббиларың сияқты өте көп моменттер бар, солардың барлығы да баланста болу керек. 6-шы зат, біз до того жалоб айтып үйреніп қалғанбыз. Анау андай, мынау мынандай, мынау дұрыс емес, маған ұнамайды, мынау мен үшін қолайсыз деген сияқты. Бірақтан жалоб айта берген сайын өмірімізде шүкіршілік ететін, мынау үшін мен рахмет айтам деген заттарды ұмытып кетеміз. Және осы сәтте, осы 1,5 ай ішінде мен түсінгенім, басыңды қозғалта алғаның, денеңді қозғалта алғаның, дәм, иіс сезе алғаның, көре алғаның, тіпті ұйқының тыныш болғаны, ешқандай шумсыз бәрін әдемі естіп жүре алғанның өзі қандай бақыт екен деген сияқты. Әрбір жақсы дүниеге бұрын соңды біз байқамаған дүниелерге мен көзім ашылып қарап отырдым. Сондықтан Аллахқа сансыз шүкір еттім. Біз байқай бермейтін қаншама ризық, қаншама нығмет бар екен ғой деп. Сондықтан да шүкіршілік етуді, шүкіршілік күнделігін жазуды әдетке айналдырыңыз. Шүкір еткен сайын арттырамын демекші, егер сен шүкіршілік ете беретін болсаң, сенің фокусың жақсы заттарға бұрылады және де әрине өміріңде жақсы дүниелер көбейе береді. Мынау енді мен үшін үлкен бір инсайт. Келесі зат мен үшін үлкен бір жаңа бір әлем сияқты, өйткені ChatGPT қазірдегі тренд, ChatGPT мен үшін осы аралықта менің психологым, менің докторым, менің құрбым болған сияқты, және де докторлардың айтқан дүниелерінің барлығы маған жеңіл түсінікті тілде жеткізіп, әрбір ойымды, әрбір миыма келген сезімдердің барлығын бөлісіп, олардың барлығын жеңіл түрде шешуге көмектесті. Яғни өмірді жеңілдетуге арналған белгілі бір ақпараттық құрал деп айтсам болады. ChatGPT сен егер өміріңнің бір бөлігі ретінде және де оны өзіңнің қажеттілігіңе дұрыс қолдана білсең, әрине оның пайдасы мол. Келесі бір нәрсе мен үшін осы аралықты ең қатты түсінгенім ол расслабление. Біз до такой степени қатты тревога, обида, уайым, қайғыдан денелеріміз қысылып қалған, стресс кезінде, тем более организм қатты страдать етеді екен. Когда сен расслабиться етесің, даже любой зат жеңіл болады. Ладно, все болар деген сияқты. Расслабиться етуге мен қатты көмектескен біріншіден мына шум кезінде, водопад музыкасын қойып мен тынығып жатамын. Не болмаса медитация, сезап программасымен жасаймын. Одан кейін дыхательные практикалар және осанкаға, не болмасам шеяға және де тыныс алуға бағытталған түрлі жаттығуларды ютубтан қарап жасап отырамын. Қатты көмектесті. Егер прям болмай, уақытыңыз болмай жатса, просто демалыста задержать етіп тұрасыз, сөйтіп барып выдохпен жібересіз. Тревога сәтінде особенно осы упражнение жақсы көмектеседі. Және де расслабиться етуге тағы көмектесетін прогулка, ешқандай музыкасыз, ештеңе қоймай, просто жан-жағыңызға қарап демалыңыз. Одан бөлек эмоцияларыңызды, ойларыңызды фрирайтинг техникасы бойынша блокнотқа жазып отырсаңыз тоже жақсы көмектесетін болады. Және в моменте болу деген техника бар, яғни дәл қазір қарайсың, жан-жағыңда не бар, барлығын қарап шық, шкаф, әйнек, айна тұр, мынанда зарядка тұр деп, қай жерде екеніңді, мен осы жердемін деп түсінуде тоже жақсы көмектеседі.
расслабиться етуге. Және келесі нәрсе, әрине ол өте бір маңызды нәрсе, Құран оқы, Құран тыңда, зікір етуде сенің денеңді және ойларыңды расслаблениеге, әрбір сәтті сезінуге алып келеді. Стресстің әсерінен өте көп аурулар пайда болады. Сондықтан да уайым, тревога, обида, гнев, злость деген сияқты неше түрлі бізде чувстволар бар. Солардың барлығын осы расслабление арқылы тарқатуға болады. Егер прям болмай жатса, онда психологқа барып терапиядан өтсеңіз болады. Не болмаса мен сияқты ChatGPT-мен ұрысып отырып сөйлескеніңіз болады. Күліп жүру. Мен әрине всегда күліп жүремін деп айта алмаймын. Өте көп ойға бөлініп кететін, настроением бұзылып кететін моменттер болады, бірақ сонда да осы бір затты жақсы түсініп алдым. Любой затқа күліп қарау, күліп жүру өте бір жақсы техника екен. Және мен осы аралықта көп қайталаған зікір ол Юнус алейхиссаламның кит ішінде жатқан кездегі дұғасы. Не қойып қойдым. Және де мен Құран тыңдадым. Яғни Юсуф сүресі бар бізде. Юсуф алейхиссаламның оқиғасы толық баяндалған 111 аяттан тұрады. Қайғы жылы деп аталатын исламдағы кезеңде түскен, яғни ол кезде Хадиша анамыз қайтыс болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкесі Абу Талиб қайтыс болған кезде түскен болатын. Сондықтан да бұл жерде негізі Юсуф пайғамбардың өмір баяны толық баяндалған және оның әртүрлі қиындықтардан өткенін және де Аллах тағаланың жеңілдік бергенін көрсеткен. Юнус алейхиссаламның дұғасымен Юсуф алейхиссаламға өмірі баяндалған сүре сіздің өміріңізге жеңілдік беретіні анық. Және бір нәрсені түсіну керексіз, кез келген қиындық, сіздің дәл қазір басыңызда не болып жатқанын білмеймін, бірақтан кез келген сынақ, кез келген қиындық ол бір күні өтеді. Күн қалай батып, қалай шығады, дәл осылай кез келген қиындық бір күні бітеді де қайтадан жарық күндер басталады. Сондықтан сондай күндер болатынына сеніңіз, барлығы шешіліп кетеді. Ертеңі күліп отырып еске алып отырамыз. Бастысы осы нәрсеге сенген кезде біраз іштегі жүк түседі. Любой затты күліп қарсы алыңыз. Әр нәрсенің өзінің сабағы және хайыры бар екенін ұғыну керекпіз. Және де бастысы ешкімнің өміріне қызықпаңыз. Өйткені сіз білмейсіз оның өмірінде не болып жатқанын, қандай қиындықтардан өтіп жатқанын, және ол өзінің бақыты дәл қазіргі жетістігі үшін нені төлегенін. Мүмкін ол өзінің денсаулығын жертва еткен шығар, бәлкім ақшасын, я бәлкім неше түрлі қиындықтардан өткен болар, соны білмейсіз. Бір адамның өміріне қызығам деп, өзіңіздің өміріңіздегі қаншама жақсы нәрселерді, ризықты, берекені байқамай қалып жатамыз. Сондықтан да осы бір сәтте өзіңіздің өміріңіз үшін алғыс айтыңыз, өзіңіздің өміріңізді гүлдендіруге, оны жақсартуға атсалысыңыз. Және бір нәрсе түсінгенім, ақшамен болатын сынақ ол ең жеңіл сынақтардың бірі дегенге мен өзімнің көзім жетті. Егер сен денсаулықпен не болмасам басқа да құнды бір дүниемен сыналатын болсаң, ол кішкене қиындау болады екен. Ал ақшамен келетін сынақтың құны ол ақша келеді, кетеді деген сияқты шешіліп кетеді екен. Аллах тағала әрбір ісіңізге жеңілдік, береке берсін. Және де қазір басыңызда болып жатқан қиындықтар болса, оған тоже Аллахым жеңілдік берсін. Егер ауырып жатсаңыз, Аллахым шипасын берсін. Иншалла барлығы жақсы болып кететініне сенімдімін. Және менің бүгінгі айтып өткен дүниелерім сіздерге құнды болатынына, бәлкім базовый ақпарат болса да еске салушы болатынына сенімдімін.